Телеарнадағы тілшілердің алдынан шығатын тағы бір өзекті мәселе ол синхрон жазу, яғни белгілі бір адамнан сұхбат жазу. Ол ресми органның өкілі болуы мүмкін, болмаса экономист, заңгер, қоғам белсендісі, болмаса қарапайым халық болуы мүмкін. Ол синхрон дегеніміз, ол келген сюжеттің негізгі өзегі. Ол сіз тапқан тақырыпты жоққа шығару мүмкін, немесе оған қатысты өзінің пікірін айтуы мүмкін. Ал енді сол синхронға жазуға бару үшін алдымен ол адаммен келісуіңіз керек. Ол адамды белгілі бір тақырыпқа пікір айтатын сарапшыны табудың өзі бір үлкен проблема. Үлкен ізденісті қажет етеді. Егер тапқанның өзінде ол адаммен уақытын қай жерде кезігіп сұхбатты жазатыныңыз келісіп алу керек. Сондай-ақ сұрақтарыңызды алдын ала жіберуіңізді сұрайтындар болады. Сол үшін сұрақтар дайындау керек. Яғни сұхбат жазуға, синхрон жазуға барардан бұрын алдымен сіз жақсылап дайындалып алуыңыз керек. Сұрақтар өз алдына, уақыты өз алдына. Сіз ол кісінің не айтқанын қалайсыз? Немесе ол кісінің не айтуы мүмкін екенін алдын ала зерттеп біліп алғаныңыз жөн. Ал енді синхрон жазатын адаммен келіскеннен кейін, сұхбат жазатын адаммен ол жерге кешікпей баруға тырысыңыз. Көбіне сарапшылар, болмаса ресми органдардың өкілдері кешіккен адамдар жақтырмайды. Ал енді сұхбат жазуға барардың алдында ол жерге сіз, егер ресми орган болса, кіру үшін рұқсатнама алуыңыз керек, өзіңіздің операторыңыздың аты жөндерін жазып жіберуіңіз керек, уақыт алмас үшін. Ал егер сарапшы болатын болса, қай жерде жазасыз? Үйінде жазасыз ба, көшеде жазасыз ба, болмаса белгілі бір ғимараттың ішінде жазасыз ба, ол жердің де бәрін алдын ала келісіп алған жөн. Ал ол процесті өткеннен кейін сіз өзіңіздің операторыңызбен осы тақырыпты ақылдасып алғаныңыз жөн. Яғни кімге бара жатырсыз, не жазуға бара жатырсыз, соны операторға айтып, ескертіп қойған жөн. Сіз егер далада жазатын болсаңыз, онда қолыңызда микрофон міндетті түрде болу керек. Ғимараттың ішінде жазсаңыз, болмаса жүріп жазсаңыз, атқа мініп жүріп, көлікте келіп жазсаңыз, онда радиопетличка дейді, яғни дыбыс жазатын құрал міндетті түрде болу керек. Олардың қуаттылығы, батарейкасы толық па, соны тексеріп алған жөн. Одан басқа микрофонның жаңағы қуаттылығын тексеріп алған жөн. Оператордың дайындығын, камерасының аккумулятор толық па, соның барлығын мұқият пысықтап алу керек. Одан кейін өзіңіздің дайындығыңыз, яғни өзіңіздің қолыңызда блокнотыңыз бар ма, болмаса телефоныңызда заряд бар ма, соның бәрін тексеріп алған жөн. Өйткені барған кезде ол адам біраз ақпарат беруі мүмкін, оны сіз түртіп алмасаңыз, есте сақтау кейде мүмкін бола бермейді. Одан кейін параллель жаңағы адамда сұхбат жазып тұрған кезде диктофоныңызға да жазып алсаңыз, кейін артынан өзіңізге кодировка жасағанға, болмаса ол адамның не айтқанын жол-жөнекей өзіңізге ойыңызға түртіп пысықтап алғанға да керек. Содан кейін тағы бір маңызды жайт, ол сіз сұхбат алатын адамның қандай адам екенін ескергеніңіз жөн. Ол жерге барған кезде ол кісінің ат жөнін міндетті түрде білуіңіз керек. Ат жөнін айтпасаңыз, кейбір адамдар ренжіп қалуы да мүмкін. Содан кейін сұхбатта жазған кезде, сұхбат жазу процесінде өзіңізге керек сұрақты ғана алуға тырысыңыз. Бізде қалай? Көбіне сарапшыларымыз, және қоғам белсенділері көп ұзақ сөйлеуге бейім. Сізге керек тек бір-ақ сұраққа жауап. Сол сұрағыңызға жауап алыңыз. Егер ол сұрақтан ауытқып кетіп жатса, қайтадан есіне салыңыз да, сол сұрағыңа жауабыңызды алыңыз да, болды. Егер асығып тұрсаңыз, рахметіңізді айтып, осы жерде мен осы сұхбат, маған осы ғана жауап керек еді деп сұхбатты аяқтасаңыз болады. Егер ол жерде сіз барған өзіңіздің спикеріңізбен дауласып тұрсаңыз, болмаса ол кісімен ұрысып жатсаңыз, ол өзіңізге ешқандай абырой әкелмейді. Ең бірінші сіз өзіңіз сұхбат алуға баратын адамды сыйлауыңыз қажет. Ол кісіге құрметпен қарау керек, өйткені ол сізге өзінің пікірін айтып тұрған, сюжетіңізге өзек болатын сұхбат беріп тұрған адам. Сондықтан сұхбатқа мұқият дайындалып, кешікпей барып, керек сұрағыңды ғана
жазып алып қайтсаң, онда жаңалықтарға жақсы сюжет жасауға үлкен материал әкелесің деп айта аламын.